Шәкәрім атамыздан өсиет. Ауру тек денеде ғана болмайды, мінезде де бар. Егер біреуден жаман мінез көрсең, оған шипа сұрап дұға қыл. Оған жабысқан кеселден сен сау қылған Аллаға мақтау айт. Сырды сақтау шеберлігі жан дүниенің байлығын көрсетеді. Ішінде су тұрмайтын ыдыстың зияны секілді, сырды сақтай алмайтын адамның пайдасы кем. Егер әр адам қасындағы кісінің жүрегіндегін көре алса, оған жаны қатты ашитын еді. Ішкі таразының әділдігіне көзі жетер еді. Сыртқы өлшемдердің алдамшы екенін терең түсінер еді. Іштарлық, қызғаныш көрсе қызарлыққа ұрынбас еді. Құдыққа тас тастаған адам ол түбіне жетіп даусы естілгенше қарап тұрады. Сол секілді сені сөккен адамның көбісі жауабыңды күтеді. Ұстамдылықпен көркем мінез таныт, өткізіп жібер. Құдық түпсіз екен деп ойласын. Бәрін дұрыс жасауға қанша тырыссаң да, сені қате түсінетін адамдардың табылары хақ. Әркімге бір жауап қайтарып, өзіңді құр шаршатпағаның дұрыс. Дана ғұламаларымыздың бірі өзін сөккен кісіге былай деген екен: егер айтқаның рас болса, Алла мені кешірсін, ал өтірікші болсаң, Алла сені кешірсін. Маған кейде бір адам бір мәселе жайлы айтады. Мен оны ол тумастан бұрын естіп қойсам да, оған құлақ саламын. Кейде бірінші рет естіп тұрғандай күй көрсетемін. Өзің онсыз да жақсы білетін нәрсе жайлы біреу әңгімелеп жатса, оның сөзін бөлмей, білетініңді білдіріп, жүрегін жараламай, көңіл бөліп, құлақ салуың мінез құлықтың аса көркемдігіне жатады. Адамдар саған таң қалып жатса, оған масаттанып мақтанба. Себебі олар сенің Алла жарыққа шығарған жақсы жақтарыңды ғана көріп жатыр. Ал олар сенің Алла жасырған жаман жақтарыңнан хабарсыз болғанына шүкір де. Егер сөз шынымен жүректен шыққан болса, онда ол міндетті түрде жүрекке кіреді. Ал ол тек тілден шыққан болса, құлақтан ары аспайды. Дұрыс нәрсені тез танып, жүрекпен түсініп, шынайы жанашырлықпен айтпасаң, ісің бекер. Адам сенің сыртыңа қарайды, жаратушың ішіңмен, жан дүниеңмен бағалайды. Пенделер үшін сыртыңды ғана әдемілеумен әуре боп, ішкі әлеміңді ұмыт қалдырып, ластап алма. Кезінде Керең Хатим деген ғұлама өмір сүрген екен. Бір күні оған бір кісі келіп, бір мәселе жайлы жауап сұрайды. Сол-ақ екен, әлгі кісі байқаусызда жел шығарып қояды. Сол кезде Хатим естімегенсіп, даусыңды жоғары көтеріп сөйлеші дейді. Келген кісіге өзін Керең секілді сездіртеді. Осылайша басқалардың қателігінен құлағын тыйған ол, Хатим Керең деген атпен тарихта қалған екен. Көздер ұмытпасын десең, әдемі киін. Көңілдер ұмытпасын десең, көркем мінезді бол. Адамдардың біразы өміріңді сенен бір нәрсе үйрену үшін бақылайтын болса, басқа бір бөлігі қателіктеріңді теру үшін аңдиды. Екі топ та саған таң. Бірі махаббатпен, екіншісі іштарлықпен. Біреудің мінін тергенше, жамандығын көргенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше.